2024 жылдың 10-25 тамыз аралығында республикалық деңгейде ұлы ақын ағартушы, қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы Абай Құнанбайұлының мұрасын дәріптеу мақсатында өткізіліп жатқан челленджге Қостанай қаласы білім бөлімі, Абай атындағы жабық білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қасым қатысып отыр. Бұл челленджді Арқалық қаласынан қабылдадық. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылын екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарбаз боп мақтанды қуып кетпе. Жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сарылуған бойың етпе. Қайғы келсе қарсы тұрып құлай берме, қызық келсе қызықпа, оңғақ берме. Жүрегіңе сүңгіде түбін көзде, содан тапқан шын асыл тастай көрме. Біз бұл челленджді Лисаков қаласына жолдаймыз.